бұның айналасындағы әңгіме тыншымай тұр. Енді өзіндік себебі де бар. Өйткені майлы жіліктің басы болған десек артық айтқандық емес. Оны барлықтарыңыз біліп отырсыздар. Міне мен сұрайтындарыңызды біліп, бүгін бұл енді бірнеше жарияланды да, біздің тарапымыздан да айтылды. Дегенмен айта кетейік. Осы мемлекеттік кірістер департамент тарапынан осы парктың орналасқан жауапкершілігі шектеулі серіктестікке қаржы шаруашылық қызметіне талдау жүргізілген екен. 2023 жылы ұсынған салық есептелігінде небәрі 48,7 миллион теңге айналымын көрсеткен болса, 2024 жылдың қыркүйек айында жүргізілген хронометраждық тексеру қорытындысына сәйкес айналым көлемі 292 миллион теңге көлемі екендігі анықталған. Яғни 6 есеге дейін қаржы айналымын жасырып келген. Сондай-ақ серіктестік жалға алушылар туралы субаренда жалға алушылар туралы мәліметтерін мүлдем көрсетпеген. 871 форма есептілігі бар кірістер департаментінде, соны мүлдем ұсынбаған. Яғни демек жалға алушылар туралы мәліметтерді толығымен жасырып келген. Осы жерде айта кететін дүние, өткенде осы қиял әлемінде орналасқан кәсіпкерлердің нысандар орналасқан кәсіпкерлердің өкілдері, блогерлер, юристер келді. Мен жиын өткіздім. Бақытжан мырза қатысты. Сол жерде кәдімгідей үлкен дау-дамай болды. Енді барынша басуға тырыстық. Дау-дамай болғанда біз емес. Дау-дамайды көтергісі келген олар. Сіз брифингте былай деп айттыңыз, бұл шындыққа сай емес деген маған айыптар тағылды. Мен Әсел ме аты? Иә? Иә, Міржақып. Маған сондай айыптар тақты. Мен айттым, егер менің баспасөз маслихатында менің тарапымнан дұрыс емес мәлімет берілген болса, мен оны жоққа шығаруға, терістеуге, кешірім сұрауға дайынмын деп. Сондықтан да әдейілеп тұрып мынау ақпаратты алдырдым. Мен айтқан едім, арендаға алып отырған Әйгерім жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің субарендаторлары менен мердігер өзінің жаңағы сол жердегі сауда-саттық ұйымдастырушыларымен келісім шарты жоқ деп. Ол кісілер бар деп бой бермеді. Міне, ресми дерек, яғни 871 форманың ұсынылмауы, жалға алушылар туралы мәліметтерді жасырып келгендігі бізге тура солай айтуға негіз болды. Ал енді ол кісілер мүмкін өздері үшін жасаған болады. Бірақ заң жүзінде ол кісілер ұсынуы керек қой. Сонда қалай? Мен қалай жалған айтқан болып шығамын? Егер мына мәлімет біздің қолымызда болмаса, бұл ұсынылмаса, дер кезінде берілмесе, яғни менің сөзімде жалғандық жоқ, өтірік айтқам жоқ. Сол кездесу барысында әрине айқаймен бастады, бірақ соңында өздері 1 ай мерзім рұқсат сұрады. Бұл 5 маусым күні болды, 5 маусым күні болды. Біз 30 маусымға дейін ол кісілерге жаңағы аттракциондарды бұзуға мүмкіндік бердік. Айта кететін жайт, ақпан айында тура сондай ескерту Әйгерім жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне берілген. Ал Әйгерім жауапкершілігі шектеулі серіктестігі өз кезегінде өзінің жаңағы субарендаторларына ол нені ескертуді беруі керек еді. Ол сол кісілердің қарым-қатынасы, оны жасамаған. Содан кейін ол кісілердің жұмысын сот орындаушылары барып, мамыр айының 17-сінде сол сот орындаушылар жасаған. Яғни ескертуді сұнған, берген, оны видеодан да көрдіңіздер, бізге әкеп тастады, бірақ мөрі жоқ болғаннан кейін біз оны ешқандай күші жоқ қой деп ойлап қалдық деген әңгімелер әлеуметтік желінің
бойында айтылды. Енді ол қалай енді? Қазір электронды документтік айналымға көшкен заман ғой. Қазіргі таңда қол қойылуы, мөр басылуы міндетті емес. Оны да жаңағы заңгер ханымдар аргумент ретінде келтіргісі келді. Білмейді ғой олар, үйрету керек, айту керек қой, мынаны көрсету керек қой, мөр басу керек қой дегендей енді сондай әңгіме айтылды. Бірақ енді орысша бар ғой, заңды білмегендік жауапкершіліктен құтқармайды дейді. Незнание закона не освобождает от ответственности. Ол кісілер білуі керек еді. Заманауи Қазақстанда тұрады, заманауи технологияның бәрін пайдаланады, қолдарында телефон бар, интернет бар, бәрін көріп оқып біліп отыр, бірақ бұрынғы замандағы жаңағы әдіс тәсілдерді бізге неге орындамадыңдар деп талап етті. Осы тұрғыдан келгенде біз өздері соңында өтініп сұрағаннан кейін бірінші шілдеге дейін рұқсат бердік. Бірінші шілдеге дейін ол кісілер толықтай босатып алуы керек. Ол жерде бірде-бір ол кісілердің аттракционы басқасы қалмайды, парк күйінде қалады. Жекеменшікке немесе басқа бір жағдайға берілмейді. Ол жерде тұрғын үй салынбайды, парк қалпында қалады. Ал енді жаңағы аттракцион мәселесі, жалпы ойын алаңшасы болатын болса, әрине үлкен қала болғаннан кейін ондай қажеттілік бар екені рас. Бұл бойынша да қала әкімдігі қол қусырып қарап отырған жоқ. Әртүрлі жаңағы ұсыныстарды қарау үстінде. Бұл бірақ мемлекеттің бюджетінен салынбайды. Жеке инвесторлар бар, ұсыныспен шығып жатқан, солардың есебінен қай жерде салынатынын біз анықтап, белгілеп, жер орнын кәдімгі қазіргі заманауи талапқа сай, қауіпсіздік жағынан толықтай қамтамасыз етілген сондай аттракциондар болады болашақта. Енді ол жердегі аттракциондардың өздеріңіз білесіздер ғой, енді қауіпсіздік мәселесі біраз сұрақ туындатады. Тіпті кісі өлімі де болғанын өздеріңіз сол Қиял әлемі паркінде өздеріңіз білесіздер. 3 рет өрт болған дегенде, сондықтан оның барлығы иелері өздері бұзып алып кетуі керек. Алып кетпеген жағдайда сот шешіміне сәйкес сот орындаушылары да оның бәрін толықтай бұзатын болады. Қанағаттандыңыз ба, Қанат мырза? Ол жаңағы Асқар Жанбаев дейтін, Асқар Әмірұлы Жанбаев дейтін басшысы бар екен. Жаңа жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің, ол кісі де қатысып отырды. Сіз алдыңыз ба ескертпені, уведомлениені десек, қипақтады кәдімгідей. Содан кейін адвокатым алған болар дейді. Адвокатыңыз алды ма, алмады ма дегенде, адвокатым алды деп мойындады. Енді айтамын, адвокатты сіз жалдадыңыз ба? Сіз келісімшарт түздіңіз бе? Сізді жаңағы ол кісі сізді представлять ете ме деген кезде, яғни адвокаттың алғандығы сол жауапкершілік серіктестің алғандығы болып табылады. Бұл тұрғыдан келгенде біз ол кісілерге ешқандай бұлталықтауға мүмкіндік бермедік. Қалай бар, солай бетін ашып, бір ашық әңгіме болды. Менің ойымша ол кісілерде барлығын түсініп тұр, толықтай. Солай емес пе? Сол жерде уведомлениенің берілгендігін жаңағы субарендаторларға, ол кісілердің өздерінің немқұрайлылыққа барып, өзінің міндетін соттың шешімін орындамай отырғандығы сол жерде айтылды. Дегенмен енді бәрімізде енді адам баласымыз ғой енді. Ол кісілердің де несі, өзінің заты, біз оны алып қалуға мүдделі емеспіз. Бізге қажеті жоқ. Оны бұзған күннің өзінде де металлоломға кетеді. Сондықтан алатын болсаңыздар, алыңыздар, өздеріңіз біліңіздер деп айттық. Оны металлоломға өткізе ма, сата ма, жоқ ауласына апарып, қайтадан тігіп қоя ма, өздері біледі. Бізге оның қатысы жоқ. Бірақ ол кісілер біз ұтылдық, біз мына жерде шығынға баттық деп айта алмайтындығын мен сіздерге жаңа дәлелдеп бердім. Қаншама пайда тапқан. Және сол жерде бір мәселе, енді көгалдандыру, абаттандыру бойынша басында берілген дедік қой. Ол жерге құрылыс нысандарын
орнатуға, салуға болмайтындығы туралы сот шешімі де болған. 2008 жылы ма, мен оны да айттым. Сот шешімі болған. Сол себепті де бұл кісілер айналып өту үшін жаңағындай дүние жасаған. Және ол жерде енді сауда-саттық болмауы керек қой. Киім сатылған. Базарға айналған кәдімгі. Киім-кешек базарына айналдырған. Өздеріңіз де көздеріңізбен көрдіңіздер. Сондықтан бұл жердегі ешқандай сұрақ туындамайды ғой деп ойлаймын. Тек сұрақ сол кәсіпкерлердің тарапынан, әлі де сол жаңа майлы жіліктің басын ұстап отырғысы келе беретін адамдардың тарапынан ғана айтылып жатыр. Қанағаттандыңыз ба? Жақсы, рахмет. Сапар Дүйсебай, Уақыт телеарнасынан. Қайырлы күн, әріптестер. Сәрсен Абайұлы, менің бір сұрағым болып тұр. Қаламызда күннен күнге кептелістер саны артуда ғой. Алдында бір ақпарат шыққан еді. Біздің Шымкентте жаңағы тростар арқылы жүретін көліктері болу мүмкін деген. Дәл осындай кептелісті жою мақсатында үлкен осындай жұмыстар қай уақытта басталуы мүмкін біздің қаламызда? Әлде мынау әлемде практикадан өткен метроны салған дұрыс па еді біздің Шымкентке деген сияқты? Рахмет, Сапар мырза, сауалыңызға. Енді бұл кептеліс деген бүкіл мегаполистердің, үлкен қалалардың бәрінде бар дүние. Неғұрлым біз автокөліктерге жаңағы көбірек жағдай жасаған сайын, соғұрлым автокөліктің саны көбейе береді, кептеліс те көбейе береді. Ол үшін енді әлемнің әр түрлі қаласы, әр түрлі жаңағы қадамдарға барады. Біздің Шымкентте бұл жерде сол мегаполис болғаннан кейін кептеліске әрине кептеліс болады. Ал енді өзіңіз айтып кеттіңіз ғой жоғарыда. Біз әр түрлі варианттарды қарастырып жатырмыз, бірақ әзірге нақты шешім жоқ. Жұмыс жалғасуда, себебі қаланың көлемі артқан сайын, қалада тұратын тұрғындардың саны артқан сайын, бұл мәселенің күннен күнге өзекті бола түсетінін біз түсініп отырмыз, біліп отырмыз. Сондықтан қазір қаладағы Қонаев көшесін жалғастыру, республика даңғылын ашу, басқа да жаңағы қосымша көшелердің жаңағы салу деген мәселенің барлығы осы кептелісті азайту үшін жасалынып жатқан дүние. Анау ақылды светофорлар, мұның барлығы сол үшін жасалынып жатыр. Кептелісті азайту үшін, адамдарға қолайлы жағдай жасау үшін. Бірақ енді түптің түбі біз бір шешімге келуіміз керек. Ол аспалы бола ма, метро бола ма, оны мамандар айтады.